балаларға ақшаны жинап қалай үйретеміз? Қолына түскен ақшасын шығарып береді, түскен ақша қанша айтып отырсаң да осыған сал, өзіңе үлкен қылып жина, сосын үлкен бірдеме ала аласың. Сіз жинайсыз ба? Біз жинаймыз, иә, жолдасыммен. Балалар біледі ақша жинайтындарыңызды? Білмеймін. Депозитте ғой, енді оларға өйтіп айтып отырмаймыз, жинаймыз. Айтып отыру керек. Айтып отыру керек. Мысалы, ана айлық түсетін күні күйеуімен әйел отырып шай ішіп отырып, сен ақша не қатын болды? Тойға бердім, осы бітпейді екен осы тойлар. Немене осы біз бармасақ, жұрттың бергенін береміз. Жоқ, ұят болады, көп жоқ деген сияқты. Осындай әңгімені бала естиді. Біз түскен ақшаны давай осы ақшаны біз алып қояйық, депозитке жинайық, балаларға айтып, міне біз жинап жатырмыз. Оны естімесе, білмесе, сендер өздерің үндемей жинасаңдар оны. Қалай ол түсінеді? Оларды үндемей жинап жүрген шығар десек. Сіздерден көргенімізде. Ұқыптылықты ата-ана демонстрация жасау керек, көрсету керек. Жинағандарында тиын, копилка бар ма үйде? Мамайым папаның копилкасы, балалардың копилкасы. Үйде сейф болу керек. Дети должны знать, что дома есть сейф. Сосын балаларға айтылады, міне осы жерде на всякий случай ақша болады, міне сейфтің паролін ау, кілтін ау деген сияқты да. Бала түсіну керек, ол экономикаға қатысатын. Вы на них смотрите как на идиотов, да? Мә ақшаны ал да, жарат жерме бірақ. Қарап отыр. Қарап отыр. Түсінің ба? Адам болмайсың айтпесе. Деген сияқты да. И ол бірінші кезекте не істейді? Барып жұмсайды. Өйткені оның бірінші запреті сол болды, жұмсама деген нәрсе болды. Жина деген айтылған жоқ оған. Оған жұмсама деді. Ол запрет қайда қойылды, ол сол нәрсені істейді барады.